Сәлем достар! Бүгін мен отбасым жайлы айтпақшымын. Отбасы адам өміріндегі ең маңызды нәрсе. Отбасы ол менің үйім, менің қорғаным. Менің есімім Найля. Мен 11 жастамын. Менің отбасым 4 адамнан тұрады. Әкем, анам, ағам және мен. Әкем өрт сөндіруші болып жұмыс істейді. Ал анам болса, балабақшада әдіскер. Ағам 7-ші сыныпта оқиды. Ол бокспен шұғылданады. Волейболды жақсы көреді. Сабағы да жаман емес. Ал мен болсам 4-ші сыныпта оқимын. Мен мектебімді жақсы көремін. Бос уақытымда кітап оқып, ән айтқанды ұнатамын. Өскенде логопед маманы болуды армандаймын. Анама тамақ жасауға және үй жинауға көмектесемін. Әкеммен кітап оқимын. Бос уақытымда әкеммен бірге қыдырамын. Ағам екеуміз ойындарды ойнаймыз. Отбасым ол менің мақтанышым. Мен отбасымды жақсы көремін. Назарларыңызға рахмет.